Туғандар, біз чүй боорындабыз. Нижний чүй деген айылды білесіздерби? Бүгін біз ушул жака келдик. Сатыла турган эки арашан кочкорлор бар экен. Сүт тиши менен, бул жакта болсо 6 тиштик кочкор бар экен. Сандан сапат көтөйүн, коюмду кылдайын, оңдоюн деп аткандар болсо, мен азыр ушу эки кочкор тууралуу маалыматты беремин. Сатылып атыптыр. Ушу эки кочкор жаккан болсо, сөзсүз байланышыңыздар. Азыр мен акырындык менен ээлерин сөзгө тартамын, кошумча маалыматтарды алып берем. Дагы кошумча суроолоруңуздар болсо, ээсине дароо чалыңыздар. Негизинде мындай жакшы кочкорлорду колдон чыгарбаш керек. Буюрса, кочкор куут сезон келишине дагы 1 айдан же 1 айдан ашыгыраак убакыт калды. Ошо мезгилде кочкор таппай кыйналып жүрбөңүздөр туугандар. Жакшы кочкорлор жок болуп кетет. Буюрса, мына эки кочкордон баштаймын. Чүй облусунун Сокулук районунда Нижний чүй айылындамын. Нижний чүйдүн так ортосунда. Биринчи кайсынан баштайлы таксыр? Чоңдонбу, кичинекейденби? Чоң. 6 тиш, светло-рыжий. Өтө щетка жүнү менен. Мунун жүнүнүн мынагы золотистый болуп жалтыраган өзүнчө бир башка баага такалабы дейм. Мына таксыр келип, Буюрса. Жашы канча мунун? 3 жаш болду. 3 жаш 6 тиш дедик, башында. Буюрса, машалла, жакшы кочкор экен муну. Баштары ак, куйруктары разрез менен тартылып турган куйрук экен. Негизи абсолютка кирип калыптыр бул кочкор. Абсолют кочкорлор көбү куйругун бошотуп жиберет эле, бул жакшы экен. Кандай бул кочкорду өзүңүз боюнча айтыңызчы, бул жеши кандай, кой куушу кандай, төлдү кандай берет? Төлдү беришинде жеш, ден соолугу мыкты. Козулар алынган, жакшы түшкөн козулар. Ушундай сат аркылуу бергенби козулардын? Козулар өзүнө окшош. Өзүнө окшош, Макталар слабый болчу. Макталар слабый болгон, бирок ошол кезде дагы козулар мыкты эле. Негизи мындай чистота анча-мунча арашандан да туулу бербейт да, бул азырча бир кылданган койлордун балдарынан болгон окшойт, Буда линия андай-мындай барбы? Линиясы эми айтууларынан мен алганда ушу Тимир Байкенин коросунан чыккан экен. Анан Кочкордуу? Кайсы кочкордон мен анысын айта албайм. Тимур Байкенин коросунан чыккан. Маалымдамасы боюнча Тимир Байкенин коросунан, Тимир Байкенин линиясынан дешкен. Андан аркы жагын билбейм. Өзүңүз кандай жейсиз? Кочкордун неси көбүрөөк жагат сизге? Кочкорду мага бою, свети, экстерьери жагат мага. Эми өңү мага да жагып кетти. Мындай бренд цветте азыркы талап туурабы? Куйругу, баштары ак, өңү мындай кызыл эмес, рыжий деп коет мен. Золотистый, күн тийгенде золотистый болуп жалтырап калат го. Эми ушул азыркы талап ушундай туугандар. Куйруктар да мощный экен. Таксырым өзү айтты. Рабочий состояние. Рабочий состояние, Болду. Өзү негиз авторума кирген эмес. Койлор менен жүргөн. Негизбечи. Дыханиялы нормально экен анда кой кууш, Кандай параметри кандай мунун? Кулак баштары, бою? Кулак 19, бой 1-2. Бой 1-2, кулак 19 дейт. Узуну 1.53 тап. Төбөсүнөн бул жака, куйруктун 1.53. Машалла, өтө жакшы. Ага, веске койгон эмесмин ачык. Эми веске койгонго ага бугаларды вес таппадым негизи. Рабочий состояниеде жүргөн болсо тартыштын кереги жок. Рабочий состояниеде постоянно жайытта жүргөн ойлондон. Авторум кирген эмес. Болду туугандар. Негизи мен үстүттөн бир рет маалымат толуктадым. Кошумча суроолор болсо чалыңыздар туугандар. Баягы өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо. Мен бул кочкорду мында эл жылдырайлы дагы кезекте мына жаш кочкорго да бир берип коелу. Келечеги бар, жашыраагын издейм дегендер болсо ушуга байланыштуу. Баасын акырында айтабызбы? Кандай кылабыз? Ана таксырымда жетелеңчи бул кочкор сыргасы менен бели, куйругу баягы жоондуктушуга берген окшойт. Мойнунда жирафтыкындай эле узун экен мына кочкордун. Мага ошол жагы көрүндү да дароо. Гарбаноз, кулактары өтө узун, 4 тарабы төп келишкен кочкор окшойт. Суагай болуп турат го, суагай. Жетек көрөлөк окшойт, Жок. Баягы жетек көрөлөк кочкорлор мойнун жерге салып бир кызыктай эле боло берет го. Жетелесең фигурасын бузуп салат. Анан бош коюп жиберсең башкача болуп калат. Караңыздар, баягы 5 километр чуркап келген адамдай болуп, башын жерге салып. Негизи жетек көрөлөк кочкорлор ушундай болот да. Канча айлык? Тагыраак айтканда. Тишин буз эле экен. Бузса 1 ай аралыгында бузат, ошондой 1 жаш 1 айлык да. Көпчүлүгү 1 жаш 2 айында бузат. Бака 1 жашты толук сүргөн дейли, Мейли. Тишин көрсөтүңчү? Мына. Süt dişleri menen eken.
Тақсыр бұл қошқор емі қандай параметрлер қандай мұның? Құлақтары қанша? 21-22 бе? Жоқ, құлақ 23. 23? Бойы 97. Бой 97. Пат метр ба? Түшімзелек. Машалла. Мұна шында қошқор қармаңыз. Қана мойынды көтеріп тұр. Ұстақпада тұрғандай бір қармаңыз. Вообще көрелек екен, да? Жетек көрелек қошқор екен. Bir көтерін көкіректі да. Оу. Мұны алсаңыздар, выставкаға барып, ярмаркаға үшінтеп қарамап тұрасыздар да, жираф мойын қылып. Құйрық, баш, белі, бұттың ширақтарының ұзындығы сөз жоқ. Баш гарбаносы. Құлақты қараңыздар. Мұна туғандар, қаяққа өтіп кетті. Көбінше мен құлақ өлшегенде мұны ерді болып қалды. Білесіздер, онда видеомды көресіздер бі? Мұндай болып қалады. Мұны құлып, шындай қылса, мұны аяқ өтіп кетті. Машалла. Гарбанос. Өте соның қошқар екен. Мұның даныйлары қандай тақсырым? Мұның даныйлары бергісіз. Линиясы бергісіз демек. Жоқ. Бұл діле жақсы, қойменен жақсы қошқордың балаларынан ғой. Ұшыл баражаға жеткен жасқа келді. Ұшы мұндай. Простой неседен мұндай несе туғышы кейін ғой деймін да? Қошқордан мұндай несе түшпейді ғой. Бірақ қайсы қошқор, қайсы қой туған білбей қалғансыздар. Машалла. Машалла. Жұмыртқалар да кішінеке екен әлі, ә? Мұндай кішірек екен дәл. Пробный қойылған қойылған емес пе? Пробный қойылған емес пе? Азап барып тұр, сразу күлеген қойға қойса болады, ә? Күлеген қойға қойса болады. Ой береді. Как раз любой қойды қуып шашатады да бұл азыр. Шындай жашқа келіп тұр, машалла. Машалла. Бұл ойынша не дейсем алармандарға, біздің көрармандарға? Қозы-қошқордың параметрлері, құлақ башы, мүшесі, сөк, құйрықтың разрезі бүт жайында, құдай бұйырса. Экстерьер күшті бе? Экстерьерді. Бұл тиш бұзған кезде да сөк бұзап, дағы ұзынына да, жоғындығына дағы кетеді, құдай бұйырса. Анан дағы бір несені байқап отам мен құрсақты несе екен, ә? Құрсақты. Құрсақты қараңыздар, машалла. Машалла. Денесін емдеген шөлі жөт бұш. Çoğunluklar менен тұрғандағы çoğunluklar hiç духын көтерген емес та бұл. Үні да жоғын екен, бірақ жақшы мөрі айтады. Мағарып айтады туғандар. Ақырын бағасыны жол төрер. Мұнда жетелен кісі дағы. Өкөңіздер теңдей қойыңыздар чем. Чоң қошқорлардың азыр бағаларын бір рет тақтайлы. Өкө жанаша тұрсыншы. Машалла. Чоң қошқорды қаншаға қоясың бағасыны? Екеуінің бағасын тәне бірде бағалып қадайым. Айтқанда екеуінің тәң 350 мыңнан бен. Сонмен айтқанда екеуінің 350 мың сомдан, а? 350 мың сомдан. Машалла. Анан жатқандар болса келсеңіз бағасы. Мұның экстерьеріні жаштығыны 350 мың сомға бағаладыңыз. Мұның чистота төлбесін 350 мың сомға бағаладыңыз. Машалла. Мұнау қошқор деген мұнада қой көріп жүрген қошқор екен. Дару өз көрсетіп отады өзін. Доминирующий инстинкттерді көрсетіп отады туғандар. Анда месе қолдан шығарбаңыздар шындай қошқорларды бұйырса. Мұндай қошқорлардағы сатық қағаз шығады. Мұндай қошқорлардағы тауып албайсыздар. Шынын айтқанда сатамын, мына мен жақсы нәрсе сатамын деп шығып отады. Ошо мезгілде ағауыздың ушундай қошқорларын бағалап, қолдан шығарбай алып қалыңыздар. Кейін издеп қиналып бізге чалып жүрбеңіздер туғандар. Же башқа фермерлерге чалып сат деп жалдырап жүрбеңіздер. Мына арашан деген ушундай болады. Желкен жон екен қозычы. Мындай қандайчы. Мында желкесін көрсетіп қойын. Рабочий состояниямен. Мұны біраз жонырақ екен, а? Бірақ мұны келешек айтып тұрады. Мұны жөне дөйлеп қалам дейді. Чоң айванда. Машалла. Көз тибесін. Бұйырса байланышыңыздар, біз видео жиынтайбыз. Кейінгі шығарылыштардан көрішкенше саламатта қалыңыздар. Жаққан болса бисмилла деп сөзсіз чалыңыздар, бәлкім сізге насип болып тұрғандыр туғандар.